Қайырлы күн, сіздермен Наргиза. Бүгін тез әрі оңай дайындалатын макарон қуырамыз. Керек заттарды алдын ала дайындап турап қойдық. Қазанға сұйық майымызды қойып, қыздырып аламыз. Етті қуыруды бастаймыз. Етті қызартып қуырамыз. Осы кезде оттың асты жоғары тұрады. Артынша пиязымызды салып, және қызарғанша қуырамыз. Пиязымызды жақсылап қызарғанша әдемілеп қуырамыз. Сосын үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізді де 1-2 минут көлемінде жақсылап қуырамыз. Сәбізді 1-2 қуырғаннан соң, енді үстіне картошкамызды саламыз. Картошканы да 1-2 қуырамыз. Сосын тұз, корейский тұзды салып, тағы да қуырамыз. Картошкамызды жақсылап қызартып қуырғанбыз. Сосын енді үстінен дайындап алған макаронымызды саламыз. Макаронымызды да әбден жақсылап қызарғанша қуырамыз. Макаронды осылайша қуырып тұрамыз, асты жабысып қалмастығы үшін. Енді макаронымыз қызарып қуырылды. Ал енді үстіне қайнаған су қойып, жақсылап 10-15 минутке бұқтырып қоямыз. Тамағымыз 15 минуттен дайын болады, ал біз оған дейін салат жасаймыз. Жұмыстан асығып келген кезде тез әрі дәмді болған тамағымыз дайын. Видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!